Bir аптадан кейін жаз басталат. Өткен видеода үйге кіреберістің сол жағына ағаш отырғызғанымды көрсеткен болатынмын. Осы жолы оң жақтағы бос жатқан жерге отырғызып көрем. Бұл ағаштарды мен қыста, ақпан айында үйдің жанында бұрыннан өсіп тұрған ағаштардың арасынан кесіп алған болатынмын. Сол кезден бері 4 ай бойы суда тұрды. Көпшілігінде тамыр өсіп шықты. Тамыр жаймағандары да бар, көріп тұрғандай. Осыларды біріктіріп, бірнеше түп қылып, бір-біріне біріктіріп отырғызып көрем. Төрт топ. Мына жаққа өткенде мынаған істеген болатынбыз. Енді мына жаққа отырғызылып төрт ағаш. Біреу, екеу, үшеу. Бұның енді топырағы өзінікі, басқа жақтан әкелген жоқпын, сондықтан өсіп кетуіне, өсіп кеткені ол белгісіз деп отыр. Көреміз болашақта. Ал енді мына жаққа келетін болсақ, мына ішінде өсіп жатқандар да бар, өспей жатқандар да бар. Мынау әзірге тыныш, ешқандай өсіп жатқанның белгісі жоқ. Мынада кішкене бар жапырақ. Мынада бүршіктер азыр. Осылай, кейбіреуінде бар, кейбіреуінде жоқ.